Қарағанды қаласы ерекше еркін құрамасы. Қарсы алыңыздар. О, микрофон толғансың ғой. Ау, қандай амансыздар? Себебі ерекше, түсіну рет оны кеше. Окей, мені жеңем деп ойлама, қара ғырым. Рептөбір бақы жазамы? Рептөбір бақы жазам. Жа. Құрметті көрермендер, Инстаграм мен ТикТокқа тойдыңыздар ма? Құрметті әділ қазақылары, бешбармақ пен бауырсаққа тойдыңыздар ма? Ендеше жайдарман көрейік. Let's go. Кеше үйде хайвей басылып кетеді ғой. Бата тұрады да, параздан барма дейді. Мен тұрамын да, қоя ғой дейді. Маған тұрады да, қоя алмаймын мен. Далағыштан да қоя алмаймын мен. Дейді маған. Мен айтамын, оны давай дейді. Бір кезде банка табылады ғой. Сосын кеш жарық көрейікші. Кеш жарық Қарағанды! Жеге, по идее, батя не прав. Неге? Ол маған айтады ғой, единица салып қойшы дейді. Мен айтам, единицаның қазақшасын айт, сосын салам дейді. Ол маған тұрады да, бірлік дейді. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде де. Тұқ жеріңіз ма көрейінші? Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Жігіттер, ол үшін сендер соңғы жаңалықтарды естідіңдер ма? Қандай жаңалық? Қазақстанда теңге құлдырап отыр дейді. Ойлаңдаршы, теңге құлдырап. Магазинде бар нәрсе теңге болып кетсе, сонымен дүкенде. Апай саламатса, маған бір 2 горилла, 2 донор бере қойсыз ба? Қанша теңге болды? Сенен 2 жапырақ. Сонда бала күндегідей ғой да? Бала күнде. Жапырақпен төлейсің, құм жейсің. Андай, тәрелкен орнына шипір пайдаланып. Андай, мама, папа ойнап. Папамен болам деп қарсың ғойшы. Еще андай, бүйтіп кірпі өтіп баратады, соның бір тікенегін жұлып, бүйтіп қадап жүресің. Еще андай, бүйтіп бір жираф тұрады, мойны бар. Соған асылып, секіріп, бүйтіп білдің мұрнынан суақ тұрып басын. Оған еще душқа түсіп аласың. Андай, дельфиндармен шомылып. Еще андай, өтірік таксидің астына түсқап, аяғам деп. Еще мұндай көк агент пакет тұрады, соның үстіне секіресің да, бүйтіп сырғанап. Әлдеме шайып кетті ме жігіттер? Жігіттер, ол ештеңе емес. Бүгін қандай күн? Бүгін 1 сәуір күлкі күні. Жігіттер, давай бәрін күлдірейік. Мен мұра астына түсті, ана халықтың бәрін бір-бірден қытықтап шық. Қытықта. Давай. Давай. Сіздерді бүгінгі күлкі күнімен құттықтаймыз. Мен мұра құттықтап емес, қытықтап. Құттықтай ма? Қытықта. Отыр бес. Давай, Ермат, енді ойнай бер өзің. Мен түсінбедім, не ана жерге бар, мұн жерге кел, отыр деп, мен не үшін иттім ба не? Ермат, мә. Жігіттер, мен дейтін бір нәрсені түсінбеймін. Не түсінбейсің? Жігіттер, осы неге жол ақысын төлейтін карточканың аты оңай? Жігіттер, серьезно, неге оңай? Ана вертақ қой жігіттер. Ойлаш, автобуста кіресің, бүйтіп жанып тұр. Адам талпан. Маяқтан бір орыс ағаның үйсіріп тұрады. Андай бір шетте тұрады, барасың, бірінші рет тигізесің, ол темейді. Ол сосын екінші рет тигізгеннен барып келеді. Жігіттер, сосын ана жақтан кіріп тұрып, апайын кіреді, оған тексертесің. Жігіттер, Қазақстанда неге бәрі қиын? Ендеше ерекше стильде ерекше жалғастырамыз. Достар, жалғастырамыз. Мектепте диктант жазғанда осындай балалар міндетті түрде кездеседі. Қалтасындағы 570 теңгесін берді. Нүкте. Осымен балалар біздің диктантымыз аяқталды. Апа, мен қалып қойдым. Сен қайда қалып қойдың? 42-24 деген жерде. Достар, TikTok'та массаж жасайтын видеолар көбейіп кетті. Сонымен массажы сәтсіз шыққан массажист. Аға, мына жеріңіз ғой да? Мен сол жерім ғой. Аға, қазір. Алло, Серега, қолтастар қашаны болып отыр?
мектепте. Абай шығып келсем бола ма? Шыға. Жалғастырамыз. Кезінде емші болған асаба. Сүф, бір екі. Жалғастырамыз. Бағанағы тасбақалар мектепте. Ал тасбақалар міне осы тақырып дәптеріңе жазылыңдар. Абай кешіңіз кіруге бола ма? Сен кімсің? Манағы шуткадағы тасбақа еттің ғой. Сен кеткен кезде 2-ші сынып едің ғой, кәдімгі 11 оқып отыр ғой. Абай енді жағдай солай болып қалды. Мен өзім 120 мен келдім осы тұрғанда. Отыр емеш апай. Отыр енді. Рахмет абай. Абай кешіріңіз, старостандық ма? Абай старшты мен едім ғой. Шығып келейін. Еще староста сен бе? Шық енді. Абай, да бұйыртса 10 жылдықта кездесеміз абай. Достар, жақында Бейжің олимпиадасы өткен болатын. Сол ойында қазақ ойыншылары ешқандай орын алмады. Сонымен қазақ спортшысы үйіне оралуда. Балам, қалай барып келдіңдер? Бейжің деген жақсы демеп қойды. Жалғастырамыз. Мектебінде бірақ оқушысы бар сынып. Ернес, мен қазір журналға барамын да келем, сен шуламай тыныш отыр, жай ма? Или жүрші мемлекетке? Жалғастырамыз. Ата-анамыз кейде асыра сілтеп жібереді. Сонымен үйде. Мама сыртта балдар келіп тұрған, солармен бірге шығып келейін, Бар ғой, шапқанды киіп шықты ғой, дала суық. Барам да келем, 5 ақ қой. Шапқанды киіп шықты отырмыз. Шапкасы барам да келем. Мында кеш. Мында кел. Отыр. Тұр. Отыр. Тұра бер, ойнап айтам. Тышқы болған. Қара. Сен қазір шапқанды киген жоқсың. Ертең сосын менингит болып ауырасың сен. Ертең менингит болып ауырасың, сосын саған ертең қыздар қарамай қояды. Қыздар қарамайды. Ладно, бір қыз қарайық дейік. Сен үйленесің ертең. Осысын айтады маған. Мынау сіздің балаңыз ауру дейді. Мен оны тұрмысқа шықпаймын дейді. Ол осылай керек. Сосын екеуміз, ладно, олар кетеді. Біз сосын жарайды, бізде мәңгі емес, бізде өлеміз бір күні. Біз қараймыз саған, біз бірақ мәңгі емес, бізде өлеміз бір күні. Сосын не істейсің сен? Сосын ертең жүресің солтүстік мұздық мұхитта пингвиндермен бірге ойнап жүресің. Сол керек па саған? Әлде шай кеткен Рахмет достар. Құрметті көрермендер, сөз соңында. Абай айтады, адам дейді, боқ көтерген боқтан қабыл дейді. Оны біз емес, оны Абай айтқан. Абайға қарсы шықпайсыздар. Халық айтады, құрметті көрермендер. Атың шықпаса, жер өлте дейді. Оны біз емес, оны халық айтқан. Халыққа қарсы шықпайсыздар. Сосын біздің үйдегі пақан айтады. Түнде дейді, есіктік кілтеп жат дейді. Пақанға қарсы шықпайсыздар. Пақанға қарсы шықпау керек. Пақан – это святое. Пақанға қарсы шықпаңдар. Давайте. Құрметті достар, сөз соңында сіздер бізден ой салатын нәрсе күттіңіздер. Біз сол нәрсені айтқандай болайық, сіздер естігендей болыңыздар. Сіздердің алдыңызда өнер көрсеткен Еркін Қарама ерекше рахмет. Қарағанды.